Сіздерме, біз бүгінгі сайысқа туған өлке номинациясы бойынша өз өлкеміздегі көркем табиғатқа ие маңызды жерлерінің бірі Бозжыра шатқалын алып отырмыз. Бозжыра шатқалы Ақтау қаласынан 300 шақырым жердегі Қарақия аумағында орналасқан. Бозжыра шатқалының әсем макетін жасау үшін бізге қажет құралдар: тұрмыстарымыздағы қатты қалдыққа, бояу, қатты картон, ыстық желім, ағаш таяқшалар, қайшы, күріш, сұлы және қарақұмық жармасы қажет болады. Ең бірінші шатқалдағы таулардың бейнесін сызып, оны кесіп аламыз. Арнайы даярланған қалтқы кесінділерін ағаш таяқшалар арқылы бір-біріне біріктіре отырып орналастырамыз. Макетіміздің бастапқы бөлігі дайын болғаннан кейін барлығын біркелкі етіп бояумен бояп аламыз. Келесі кезекте Бозжыра таулары әктас шөгінділерінен құралғандықтан оның етектерін күрішпен әрлейміз. Әрі қарай таулардың басқа бөліктерін бейнелеу үшін ыстық желім арқылы сұлы мен қарақұмықты пайдаланамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, Маңғыстаудағы қорғауға алынған әсем табиғат кешені Бозжыра шатқалының макеті дайын. Назарларыңызға рахмет.